Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін қажет намазы туралы айтылады. Бірінші сұрақ. Қажет намазы дегеніміз не? Оның шариғаттағы үкімі қандай? Қажет намазы деп өзінің де аты айтып тұрғандай, бір нәрсені қажет етіп тұрғанда, бір нәрсеге мұқтаж болып тұрғанда намаз оқып, Алладан сұрауды айтамыз. Мұның үкімі мұстахаб. Қажет намазын оқу имам Тирмизидің хадистер жинағында келтірілген мына риуаятқа сүйенеді. Әлдекімнің Алладан немесе адамдардан сұрайтын қандай да бір қажеттілігі болып жатса, жақсылап дәрет алсын. Содан кейін 2 рәкат намаз оқысын делінеді хадисте. Қажет намазы не мақсатта оқылады? Хадисте Алладан немесе адамдардан сұрайтын қандай да бір қажеттілігі болып жатса делінген. Осыған қарағанда қажет намазы қалап жүрген халал нәрселеріне қол жеткізу мақсатында оқылады. Мысалы, қайғы мұңнан арылу, емтиханды ойдағыдай тапсырып, оқуға түсіп кету, үйлену, тұрмыс құру, немесе ауру сырқауынан айығып кету, сауда-саттығына береке сұрау деген сияқты мұқтаж болған дүниелерін намаз оқып Алладан тілеуіне болады. Нәпсіні тізгіндеуді, күнәлі істерге бармауды, тақуалығын арттыруды да тілесе артық етпейді. Алла тағала Құран кәрімде: «Ей, мүминдер! Сабыр мен намаз арқылы Алладан жәрдем тілеңдер. Шынында Алла сабырлылармен бірге» дейді. Осы аятта да бір қажеттілік туғанда намаз оқу арқылы Алладан тілеуімізді айтып отыр. Қажет намазы қанша ракағат? Қажет намазы 2 ракағат немесе 4 ракағат яки 12 ракағат етіп оқуға болады. Бірақ ғалымдардың көпшілігінің тоқтамы бойынша қажет намазы 2 ракағат. Бұған жоғарыдағы хадис дәлел. Дегенмен кейбір айтылған риуаяттарға сүйене отырып, оның 4 ракағат екендігі немесе 12 ракағат екендігі де айтылған. Қажет намазында оқылатын арнайы сүрелер бар ма? Ханафи ғалымы Ибн Ғабидин өзінің Раддул Мұхтар атты еңбегінде пайғамбарымыздан келген бір риуаятқа сүйене отырып, құптан намазынан кейін қажет намазын 4 ракағат оқығанда мына сүрелерді оқысын деген. Бірінші ракағатында Фатихадан кейін 3 рет Аятул Курси. Екінші ракағатында Фатихадан кейін 1 рет Иқлас сүресі. Үшінші ракағатында Фатихадан кейін Фалақ сүресі оқылады. Төртінші ракағатта Фатихадан кейін 1 мәрте Нас сүресі. Әйтсе де, аталмыш сүрелерді білмеген кісі Фатихадан кейін өзінің білген сүресін оқи береді. Қажет намазы қай уақытта оқылғаны дұрыс? Кей ғалымдарымыз құптан намазынан кейін оқылғанын жөн санайды. Ибн Ғабидин де соның ішінде. Алайда бұл міндетті түрде сол уақытта оқылсын деген сөз емес. Нәпіл намаздарды оқуға рұқсат етілген кез келген уақытта оқыла береді. Қажет намазы қалай орындалады? Ардақты пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын үйретуі бойынша қажет намазын оқитын кісі алдымен толыққанды дәрет алады. Одан кейін қажет намазын оқымаққа ниет етіп, 2 немесе 4 ракағат әдеттегідей намаз оқиды. Екі жағына сәлем беріп, намазын аяқтағаннан соң Әлхамдулиллахи Раббил Аламин деп Аллаға мақтау айтады. Пайғамбарымызға оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын салауат айтады. Салауаттан кейін қажет намазының дұғасын оқиды. Ла илаха иллаллахул халимул карим. Субхан Аллахи Раббил Аршил Азим. Әлхамду лиллахи Раббил Аламин. Әсәлука мужибати рахматика уә азаима мафиратика уәл ғанимата мин кули биррин уә сәләмата мин кули исмин лә тәда ли зәнбән илля ғафартах уә лә хәммән илля фәрәштах уә лә хәжәтән хия ләкә ридан илля қадайтаха я әр-рахамәр рахимин. Мағынасы: жұмсақ әрі жомарт Алладан басқа құдай жоқ. Ұлы арштың Раббы Алла барлық кемшіліктерден пәк. Хамдық пен мадақ әлемдердің Раббы Аллаға ғана тән. Уа Аллам, рахымдылығын қажет еттірген нәрселеріңді, ап-анық кешіріміңді, әрбір жақсылыққа жеткізуіңді, әрбір күнәдан алыстатуыңды сенен тілеймін. Күнәларымды кешір, қайғы мұңынан арылт, ризалығына лайық қажеттілігімді бер. Ей, рахымдылардың рахымдысы Аллам. Қажет дұғасынан кейін Алладан сұрағысы келген тілегін сұрайды. Ескерту: Аллаға жасаған дұғасының қабыл болатынына іштей сенуі шарт. Қабыл болмайтын шығар деген күмән болмауы тиіс. Өйткені ардақты Алла елшісі дұға еткеннен кейін дұғаның қабыл болатынына іштей сенуді үйретіп, дұғам қабыл болмай жатыр деп асығудан тыйған. Назарларыңызға көп рахмет.
Тіркелмесеңіз каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, бөлісіп, пікір қалдырыңыз.